менен Қанат Ислам шаршалаң төріне көтерілді. Құрметті көрермендер, бүгінгі кештің басты кездесуі Қазақ промоутерлік компаниясы ұйымдастырып жатқан тамаша бокс кешінде Қанат Ислам көңіл-күймен балуан шолақ төріне көтерілді. Балуан шолақ кешенінің төріне көтерілді. Тас тиын дайын екені аңғарылып тұр. Қазақ шапанмен қашанғы үлгі бойынша қазағы мәнімен ортаға көтерілді. Ал енді қандай атақ сарапқа салынатынын тыңдайық. Мемлекеттік әнұранын орындауға көшеміз. Дәл қазір Доминикан Республикасының мемлекеттік әнұраны орындалады. Ханымдар мен мырзалар, Қазақстан Республикасының әнұраны. Ханымдар мен мырзалар, осы бокс кешін ұйымдастыруға қолдау көрсеткен үшін Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғысымызды білдіреміз. Дәл қазір біз Балуан Шолақ атындағы спорт және мәдениет сарайындамыз. Алматы қаласы
Қазақстан, көптен күткен сәт. Қазақ Промоушенс промоутерлік компаниясы ұсынатын кештің басты жекпе-жегі. Middleweight салмағындағы әлемдік WBO интерконтиненталь белбеуі сарапқа салынатын 10 раундық жекпе-жекті ұсынады. Кештің демеушісі QPTV стримингтік платформасы. Бұл жекпе-жек халықаралық бокс ұйымының президентімен және Қазақстанның кәсіби бокс федерациясымен рұқсатталған. Кештің ұйымдастырушысы Қазақ Промоушенс промоутерлік компаниясы. Қазақ Промоушенс Қазақстандағы кәсіби боксының жаңа тынысы. WBO тұжырымының бақылаушы қызметкері Сергей Хурсанов, Россия. Кездесудің төрешілері, құрметті ағайын, Йорк Мильке, Германия, Золтан Эньеди, Венгрия, және Марат Шалабаев, Қазақстан. Бас төреші Юрий Копцев, Ресей Федерациясы. Төрешілер дайын, тобы және боксылар рингте, олар да дайын. Ал сіздер, жанкүйерлер, дайынсыздар ма? Олай болса, бүгінгі кештің жекпе-жектің қаймағын бастаймыз. Көк бұрыштағы бұлғары қолғап шеберін таныстырайық. Оның бапкері Рейман Скорли. Сарбаздың ресми салмағы 71-7. Кәсіпқой бокстағы рекорды 28 жекпе-жек, 27 жеңіс, 24 нокаутпен бір рет жеңіліс көрген доминикандық боксшы Хулио де Хесус. Қымбатты ағайын, назарларыңызда қызыл бұрыштағы боксшы, оның бапкері Багаудин Беков. Ресми салмағы 72-2. Кәсіби бокста 25 жекпе-жек өткізіп, 25-інде 20 нокаутпен жеңіске жеткен, жеңіліс көрмеген Олимпиада ойындарының жүлдегері, WBA интерконтиненталь және WBO набы тұжырымы бойынша супер велтервейт салмағында әлем чемпионы Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Қанат Қазақ Ислам! Қолдау, қошемет! Сонымен құрметті көрермендер, шешу сәткеде келіп жеттік. Боксшылар тас түйін дайын. Ендеше бүгінгі кездесудің төрешісі Юрий Копцев, ресейлік төреші, екі боксшыны ортаға шақырды. Ережелерді еске салды. Ендеше бәрде дайын, бәрде тас түйін дайын. Біздің отандасымыз Қанат Исламда тас түйін дайын екені күмәнсіз. Бокс үшін қайта туған азамат деп айдарласақ артық емес шығар, өйткені бұл жігіт өздеріңіз білесіздер, аса ауыр жарақаттан кейін оралды. Тамаша соқ. Алғаш соқмен ақпалады, құрмет көрермендер. Да, поспешил Қанат Ислам, не дал нам насладиться красивым боксом. На первой же минуте глубокий нокаут он отправил Хулио де Хесуса и стал обладателем интерконтинентального пояса WBO. Жарайсың. Құрмет көрермендер, қараңыздар, ешқандай да мүмкіндік берген жоқ. Біздің тіпті 2-3 сөз айтуымызға да мүмкіндік берген жоқ.
Я қандай ауыр соққы болды. Әлде орнынан тұра алатын емес Хесус, Хулио де Хесус. Я 27 кездесу өткізіп, соның 24-ін нокаутпен ұтқан Хулио де Хесус міне әлде орнынан тұра алатын емес. Енді ғана көтеріліп келе жатыр, құрметті көрермендер. Тура біздің оң қапталымызда отыр. Ал қанат, Арыстан жатылды. Арыстан жатылды да бір соққымен мәселені шешті, құрметті көрермендер. Тіпті Юрий Копцев оны ұстап, екінші соққысын жұмсауына тіпті үлгермей тастады, үлгермей қалды. Екінші соққысын жұмсаған сәтте, яғни ол соққы артық болған еді. Ал Хесус қазір өзінің балуан шолақта тұрған, әлде Санто Домингоның төрінде тұрған мүлде түсінбей қалған секілді. Қанат барып қазір қарсыласын құшақтап жатыр. Бұл бокс қалай дегенде де. Жанкүйерлер ләззат алып үлгерген жоқ, құрметті көрермендер. Жүргізуші ретінде біз де енді ғана жұптаған сөздерімізді айтуға дайындалып едік. Қанат боксты қатты сағынып қалған, аңсап қалғанын аңғартты. Қараңыздаршы міне. Бірінші соққы қараңыздар. Тура жақтан тиді, оң қолмен жақтан тиді. Екінші соққы, үшінші соққы тіпті артық болды, құрметті көрермендер. Тіпті артық болды. Осылайша мәселе тез шешілді, құрметті көрермендер. 3 секунд па, 4 секунд па. Адам санапты үлгермей қалады екен мұндайда. Жанкүйерлерге де әрине керегі осы. Қанша жылдам жеңіс болса да, Қанат Исламның осылай даңқты жеңіске жетуін бәрі күтті. Өйткені тізесінің сіңірі үзіліп кетіп, 2 жылға жуық бокстан тысқырған азамат. 14 секундта жеңіске жетті. Қанат Ислам! Жоқ, дайындығы сұмдық екен. 14 секунд. Ой, енді бұл дегеніміз. Бұл дегеніміз аңызып айтып жүретін жағдай болды ғой. Естеріңізде болса, Василий Жиров қарсыласын алғашқы раундта дәл осы балуан шолақтың төрінде нокаутқа түсіргенде бүкіл жанкүйер қоңылтақсып қалған еді. Енді Қанат не дейді екен? Көзімізді жұмып ашқанша шынымен де осындай нәтижеге жеткен біздің Қанатымызды құттықтаймыз. Және бір-екі сөзіңізді айтсаңыз, Қанат мырза. Алхамдулилlah. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Бұл жеңісімді менің қарормандай халқым өздерің арнаймын. Сендер базда біз бармыз. Тәуелсіздік бар. Осының барлығы тәуелсіздіктің арқасы. Осы жолғы жарысқа үлкен демеушілік көрсетіп отырған біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаға алғысымыз шексіз. Сол кісінің командасының арқасында осындай үлкен жекпе-жектерді ұйымдастырып отырмыз. Бұл елдің жақсысына да, жаманына да, ыстық суығына күйіп, барлық жұмысын істейтін осы біз қазақтармыз. Осы жердің иесі, киесі біздерміз. Осы жерде Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаның командасы Берік Уәли ағамыз отыр. Берік Уәли аға, ортаға келіңіз міне. Үлкен азаматтық көрсетіп, Берік Уәли ағам бүкіл жұмысқа атсалысты. Рахмет аға. Және де біздің Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек ағамыз және жаңа әкіміміз Бақытжан Сағынтаев ағамыз келіп жатыр. Қадамына нұр жаусын дейміз. Біздің мақсатымыз Қазақ промоушнның Дархан бауырым. Бергеніз Дархан мырза, Қазақ промоушнның директоры. Барлық мақсатымыз бүкіл әлемде қазақтарды елге тарту және қазақ жастарына жол ашу. Және біздің Алматыны бүкіл әлемге, бүкіл әлемнің туристері келетін бүкіл керемет қала қылуға тырысу. Сол үшін барлықтарыңызға рахмет. Елім, жерім дейтін ерлер көп болсын. Рахмет. Бәрекелді ағайын, сөз кезегі
Дорогие друзья, слово предоставляется Берік Уәли мырза, пресс-секретарь президента Республики Казахстан. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қанат Ислам бастаған бауырларымыздың жеңісі құтты болсын. Мен арнайы елордамыздан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемел Тоқаевтың ыстық сәлемін алып келіп отырмын. Осы жарыстың өтуіне тікелей қолдау білдіріп, демеу көрсетіп, осындай әдемі кеш сыйлаған президентімізге мың алғыс. Қанат бауырымыз 14 секундқа жеткізбей, өзінің басты қарсыласын шаршалаңда сұлатып салды. Өздеріңіз куә болдыңыздар. Бұл Қанаттың ғана жеңісі емес, бұл бүкіл қазақ халқының жеңісі. 1,5 жылғы үзілістен кейін, жарақаттан кейін шаршалаңға қайта оралып, осындай жеңіс сыйлаған Қанат бауырымызға мыңда бір алғыс айтқымыз келеді. Қазақ кәсіпқой боксы өрлей берсін, дами берсін, қазақ елі жасай берсін, мәңгілік болсын. Қанат бауырым жеңіс құтты болсын. Бәрекелді ағайын, Берік мырза, көп рахмет сізге. Осымен қымбатты ағайын, бүгінгі бокс кешінің аяқталды, өз мәресіне жетіп, баршаларыңызды Қазақстан елінің шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті көрермендер, көрермендер, бүгінгі бокс кеші осындай тамаша көңіл күймен аяқталып отыр. Өздеріңіз байқағандай, Қанат Ислам бүгінгі бокс кешінің басты кездесуінде Хулио де Хесусты алғашқы раундта нокаутпен жеңді. Біздің күткенімізде сол болады. Осылайша Қанат енді әлемдік рейтингтерде қайтадан алға қадам жасайтын мүмкіндік алып отыр. Енді WBO, WBA нұсқалары бойынша Қанаттың рейтингке қайта оралуын күтеміз. Демек, боксқа қайта оралу өте нәтижелі болды дей аламыз. Ал сіздерге бүгін қызмет көрсеткен комментаторлар Андрей Лицов және Есей Жеңісұлы болды. Бұл бокс кеші бізге өте қызықты болғаны күмәнсіз. 10 жұп шықты, соның бәрінде қазақ жігіттері жеңіске жетті. Сапарбай Айдаров, Бексұлтан Раушанов, Берікбай Нұрымбетов, Арман Ырысбек, Нұрсұлтан Аманжолов, Асқар Ерубек, Абылайхан Құсайынов, Руслан Мырсатаев, Мадияр Әшкеев, енді міне Қанат Ислам осы бокс кешін тамаша дүбірге бөліп бізге жеңіс сыйлап отыр. Құрметті көрермендер, міне Қанаттың жеңісті сәтін көз алдарыңызға режиссеріміз қайтадан ұсынып отыр.